Мұхаммед Али ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен кәсіпқой американдық боксшы, әлемдік бокс тарихындағы ең танымал боксшылардың бірі. Туылған кездегі аты Кассиус Марселус Клей болған. Кассиус 1942 жылы 17 қаңтарда Кентукки штатының Луисвилл қаласында дүниеге келген. Әкесі Кассиус Клей плакаттар суретшісі, ал анасы Одесса Клей үй шаруасындағы әйел болған. Оның ата-анасы құлдардың ұрпақтары болған. Оларға бостандықты плантатор және саясаткер Кассиус Марселус Клей берген. Алидің Рудольф деген жалғыз інісі бар. Кейіннен атын Рахман Алиге өзгерткен. Кассиустың отбасы қара нәсілді орта таптың өкілі болды, алайда олар орта таптағы ақ нәсілділерге қарағанда әлде қайда кедей тұрды. Әкесі кәсіби суретші болуға тырысып плакаттарды салған, ал анасы ақ нәсілді байлардың үйлерінде ас әзірлеп, тазалыққа қарайтын. Жас кезінен бастап жұмыс істеуге мәжбүр болған өзге құрдастарына қарағанда, Али бала кезінде жұмыс істеуге мәжбүр болмады. 1950 жылдары Луисвиллде нәсілдік теңсіздік атмосферасы болды. Бұл 10 жасар Кассиустың тұлға болып қалыптасуына қатты әсер етті. Ол ұйықтар алдында қара нәсілді адамдарды неге екінші санаттағы адам ретінде санайтын түсінбей жылайтын. Он 12 жасында Кассиустың өз ақшасын алған қызыл велосипедін фестиваль кезінде ұрлап кеткен. Ол полиция қызметкері Джо Мартинге ұрыны ұстаса ұрып тастайтындығын айтқан. Мартин біреуді ұру үшін алдымен қалай ұру керек екендігін үйрену қажет деп, жас боксшыларды жаттықтырып жүрген залға шақырған. 6 аптадан кейін Кассиус алғашқы әуесқой кездесуін өткізіп, жеңіске жеткен. Ол камераға әлемдегі ең ұлы боксшы боламын деп айқайлаған. Осыдан бастап ол күн сайын бокс техникасы мен төзімділікті арттыру үшін аянбай тер төкті. Автобустың орнына ол мектепке жүгіріп барғанды жөн көрді. Ол ішімдік, темекі, есірткіден аулақ болып, дұрыс тамақтанудың жанкүйері болды. Келесі 2 жыл ішінде Клей 3 аптада бір рет кездесулер өткізіп, жеңістен жеңіске жетіп жатты. 1956 жылы ол өзінің карьерасындағы алғашқы алтын қолғап турнирінде жеңіске жетті. 1957 жылы дәрігерлер оның жүрегінде шу барын анықтап, ол 4 ай бойы жаттығудан бас тартуға мәжбүр болды. Алайда кейіннен жүрегінде ақау жоқ екендігі анықталды. 15 жасында Клей афроамерикандықтарға арналған Луисвиллдің ең үлкен орталық жоғары мектебіне ауысты. Кассиустың үлгерімі өте нашар болды. Тіпті ол 2-ші жылға қалуға мәжбүр болды. Алайда ол мектеп директоры Эдвуд Уилсонның қолдауымен оқу орнын бітіре алды. Уилсонға Алидің адалдығы мен жігерлігі әсер етті. Ол болашақ боксшының оқуды аяқтап, мектептің атын шығарғанын қалады. Кассиус мектепті 1960 жылы бітірді, алайда диплом емес, тек оқуды бітіргендігі туралы анықтама қағазын алды. Оның мәтінді оқудағы қиындықтары мәңгілікке қалды. Оның қасында жүргендер оған мәтіндерді оқып беруге мәжбүр болды. Мектепті бітірген кезге дейін Кассиус әуесқой рингте 100 жеңіске жетіп, 8 рет жеңілген болатын. Осы уақытта Кассиус өзінің жеке ерекше стилін қалыптастыра бастады. Ол қарсыластың айналасында қолын төмен түсіріп, аяқпен биледі. Қарсыласын соққы жасауға арандатып, соққыдан сенімді түрде жалтара білді. Бұл әдіс жаттықтырушылар мен ардагер боксшылар арасында көптеген кері пікірлер тудырды. Кассиус мектепті бітіргеннен кейін бірден кәсіпқой боксшы болғысы келді.
Бірақ жаттықтырушы оны күтуге және 1960 жылғы Олимпиадаға қатысуға көндірді. 1960 жылға әуесқой атлетикалық одақтың жарыстарында жеңіске жеткен Клей Олимпиада ойындарының іріктеу турниріне шақырту алды. Турнир Сан-Францискода өтті. Кассиус ұшақпен ұшудан қорқатын, турнир өтетін жерге дейін жету оған нағыз сынақ болды. 18 жастағы ол бірінші ауыр салмақтағы қатысушылардың ішіндегі ең жасы болды. Кассиус барлық қарсыластарын сенімді түрде жеңді, ал финалда ақш армиясының өкілі боксшы Алан Хадсонмен кездесіп жеңіске жетті. Жарыс аяқталғаннан кейін Кассиус ұшақпен қайту билетін лақтырып жіберді. Ол төрешілердің бірінен қарыз алып, Луисвиллге пойызбен қайтты. Олимпиадаға қатысу үшін Кассиусқа қайтадан әуе сапарын жасауға қажет болды. Кемемен бару мүмкін болмағандықтан ол жаттықтырушысына Олимпиадаға қатысудан бас тартатындығын айтқан. Оның жаттықтырушысы егер Олимпиадаға бармаған жағдайда карьераңды бұзасың деп 2 сағат бойы көндірген. Нәтижесінде Кассиус ұшуға келіскен, алайда сақтық шарасы ретінде әскери дүкеннен парашют сатып алып, сонымен ұшқан. Римге келгеннен кейін Кассиус олимпиадалық ауылға қоныстанып, спортшылар арасында басты кейіпкерге айналды. Ол шетелдіктермен танысып, барлығына алтын медаль алатындығын айтқан. Ол өзінің алғашқы олимпиадалық қарсыласы бельгиялық Ивон Беконы 2-ші раундта техникалық нокаутпен оңай жеңді. Ширек финалда Кассиус Кеңес одағының боксшысы Геннадий Шатковпен кездесті. Жекпе-жек Кассиустың басымдылығымен өтіп, төрешілер оны бір ауыздан жеңімпаз деп таныды. Жартылай финалда ол австриялық Тони Мэдиганмен кездесіп, оны да жеңді. Финалда ол Польшадан келген тәжірибелі боксшы Збигнев Петчиковскиймен кездесті. Ол Кассиустан 9 жас үлкен болды және өз рекордында 230 жекпе-жек өткізген еді. Төрешілер жеңісті бір ауыздан Кассиус Клейге берді. Осылайша ол алтын медаль алып, Олимпиада чемпионы атанды. ақш-қа кетер алдында Кассиус қайда барса да медалін тастамады. Тіпті ұйықтағанда да тағып жатты. ақш-та оны Луисвиллдің мэрі, жүздеген жанкүйерлері күтіп алды. Мектебінде оны үйге қош келдің чемпион деген үлкен баннермен күтіп алды, ал әкесінің қуанышында шек болмады. Кассиус өз медалін мақтанышпен тағып жүрді. Бір күні ол Луисвиллдегі бір мейрамханаға кіреді. Ол мәзірді сұрағанда, қара нәсілділерге қызмет көрсетілмейтіндігі туралы айтып, оның кетуін талап еткен. Кассиус медалін көрсетіп, өзін Олимпиада чемпионымын деп айтқан. Оған қарамастан Алиге қызмет көрсетуден бас тартқан. Кассиустың қатты ренжігені соншалық, ол Агайо өзенінің көпіріне барып, медалін суға лақтырып жіберген. (1996 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында ХОК президенті Хуан Антонио Самаранч Кассиусқа жоғалған медалінің дубликатын беріп, қайта марапаттау рәсімін өткізген. Клейдің кәсіби бокстағы дебюті 1960 жылы 29 қазанда өтті. Оның қарсыласы Танни Хансекер болды. Кассиус оны сенімді түрде жеңді. 1959 жылы Чикагода Клей алғаш рет Ислам ұлты ұйымының жетекшісі Элайджа Мұхаммедтің сөзін тыңдады. Ол кездесу оның өмірін қатты өзгертті. Ол алғаш мешітке барғанда ерекше сезімде болды. Ислам ұлтының жетекшілері Кассиустың рухани ұстаздарына айналды. 1962 жылы Клей 5 рет жеңіске жетті. Ол барлық кездесулерін 6-шы раундтан кешіктірмей нокаутпен аяқтады.
1960 жылы Клей, Чарли Паул және Даг Джонспен кездесіп жеңіске жетті. Оның келесі қарсыласы британдық Генри Купер болды. 4-ші раундта гонгқа бірнеше секунд қалғанда Генри Кассиусты ауыр нокдаунға жіберді. Бесінші раундта Генридің қабағы жыртылып, рефери кездесуді аяқтады. Мұхаммед Алидің Сонни Листонға қарсы ауыр салмақтағы әлем чемпионы атағы үшін кездесуі бокс тарихындағы ең көп күткен жекпе-жектердің бірі болды. Кездесу барысында Али Сонни Листоннан басым болды. Алайда 4-ші раунд барысында Алидің көзі қатты ауырып, ол ештеңе көрмей қалды. Оның жаттықтырушысы Анжела Данди Соннидің шабуылдарынан қашу үшін рингте айналып қимылдауды тапсырды. Бесінші раундта Клей чемпионның ауыр соққыларынан жалтара білді, ал 6-ші раундта оның көзі қайта көре бастады. Кассиус қайтадан үстемдік танытты. Үзіліс кезінде Листон кездесуді жалғастырудан бас тартты. 22 жасында Кассиус ауыр салмақтағы әлем чемпионы атанды. Кездесуден кейін Кассиус ресми түрде Ислам ұлты ұйымына мүшелік ететінін жариялады. Оның әкесі ұйым мүшелерін Клейдің миын ашты деп айыптады. Кассиус Клей есімін Мұхаммед Алиге өзгертті. Дегенмен бокс әлемі оны жаңа атымен атаудан бас тартты. 1965 жылы Али Сонни Листонмен екінші кездесуін өткізіп, чемпиондық титулын сәтті қорғады.
Бұл кездесуден кейін лайықты қарсылас қалмағандықтан Али демалыс алып, әлемдік турнеге аттанды. Али саяхаттан бұрынғы әлем чемпионы Флойд Паттерсонды жеңу үшін жаңа мақсатпен оралды. Мұхаммедтің балалық шақтағы кумирі оны ислам ұлты ұйымымен байланысқаны үшін айыптады. Али де Флойдтың өмір салтын сынға алып, ақ нәсілді адамдардың арасында ыңғайлы өмір сүруге дағдыланған деп меңзеді. Кездесудің алдында Флойд Паттерсонды көптеген атақты адамдар, оның ішінде танымал әнші Фрэнк Синатра да қолдаған. Рингке шықпас бұрын Али өз қарсыласын тез нокаутқа жібермейтіндігін айтқан. 11 раунд бойы Али қарсыласын айналшықтап, дәл соққылар жасады. Сондай-ақ Флойдтың шабуылдарынан да оңай жалтарып отырды. Он екінші раундта Али толық күшпен бокстасты. Ол бірнеше дәл соққылар жасап, төреші жекпе-жекті тоқтатты. Жекпе-жек аяқталғаннан кейін Паттерсонды ұзақ уақыт бойы өз-өзіне келтірді. жылы 10 қыркүйекте Али титулын 6-шы рет қорғады. Ол Германияның Франкфурт қаласында жергілікті чемпион Карл Милденбергерді жеңді. Соғысқа қарсы мәлімдемелері үшін әртүрлі штаттардың спорт комиссиялары Алиге бокс кездесулерін өткізуге рұқсат бермеді. Сондықтан ол жекпе-жектерді шетелде өткізуге мәжбүр болды. 1966 жылы 14 қарашада Али Кливленд Уильямсқа қарсы кездесу өткізіп, 7-ші рет әлем чемпионы атағын қорғады. Келесі жекпе-жегін ол Мэдисон Сквер Гарденде Зора Фолиге қарсы өткізді. Али оны 7-ші раундта нокаутқа жіберді. Зора Фолиге қарсы кездесу Алидің бокстан шығарылғанға дейінгі соңғы кездесуі болды. Келесі жекпе-жекті ол 3 жылдан астам уақыттан кейін ғана өткізді. 1970 жылы Атлантада Алидің командасы жекпе-жек өткізу туралы келіссөздер жүргізді. Джорджия штатында спорт комиссиясы болмаған соң, қала әкімшілігі кездесу өткізуге рұқсат берді. Али жас боксшы Джерри Куоримен кездесіп, жеңіске жетті. 1971 жылы 28 маусымда ақш-тың жоғарғы соты Алидің ісі бойынша оңтайлы шешім шығарып, оның барлық құқықтарын қайтадан қалпына келтірді. 1971 жылы 8 наурызда Али мен Джо Фрейзер Мэдисон Сквер Гарденде ерекше жекпе-жек өткізетін болды. Тарихта алғаш рет жеңілмеген экс-чемпион мен жеңілмеген қазіргі чемпион кездесті. Барлық билеттер алдын ала сатылып кетті. Жекпе-жекті 35 ел тікелей эфирден тамашалады. Бұл бокс әлеміндегі ең көп күткен оқиға болды. Кездесу ауыр өтті. 11-ші раундта Джо Фрейзер Алиді нокдаунға жіберді. Али орнынан тұрып кездесуді жалғастырғанына қарамастан, төрешілердің бірауыз шешімімен Джо Фрейзер жеңіске жетті. Бұл Алидің кәсіби мансабындағы алғашқы жеңілісі болды. Арада уақыт өткен соң, Джо Фрейзер Олимпиада чемпионы Джордж Форманнан жеңіліс тауып, өз атағын жоғалтты. Бұл оның Алимен реваншының ықтималдығын арттырды. 1973 жылы 31 наурызда Мухаммед Али Кен Нортонмен кездесіп жеңіліс тапты. Нортон оның жағын сындырып, Али 6 ай бойы қалпына келді. Али Нортонмен реванш өткізіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.
1974 жылы 28 қаңтарда Али Джо Фрейзермен реванш өткізді. Али канатта жұмыс істемей, жүріп бокстасуды жөн санады. Кездесу 12 раундқа созылып, Мұхаммед Али төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Джо Фрейзерден кейін Али әлем чемпионы жас боксшы Джордж Форманмен кездесуге дайын екендігін білдірді. Кездесу Заир диктаторы Мабутудың келісімімен Африкада өтті. Форман Киншаса қаласының қонақ үйінде жаттықса, Али көшеде қарапайым адамдардың арасында жаттығуға бел буды. Ол кезде Форман 40 кездесуде 0 рет жеңілген ұлы панчер болатын. Жоғары ылғалды климатта өткен кездесу екі боксшыға да ауыр тиді. Алайда Мұхаммед Али соңғы раундта Джордж Форманды нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Осыдан бастап Али ұлы деген лақап атқа ие болды. Алидің гонорары $5,5 миллион құрады. Аталған жеңістен кейін ақш президенті Джеральд Форд Алиді Ақ үйге шақырды. Әлем чемпионы титулын қайтарған соң, Мұхаммед Али 3-ші рет Джо Фрейзермен кездесуді қалады. Фрейзер мен Али арасындағы 3-ші кездесу Филиппин астанасы Манилада өтеді деп шешілді. Филиппин президенті Фердинанд Маркос жүлде қорына $14 миллион қойды. 9 миллионды Али, 5 миллионды Фрейзер алатын болып келісілді. Кездесуге аз уақыт қалғанда Али Фрейзерді мазақтауды бастады. Ол оны горилла деп атады. Али барлық жерде кішкентай маймылдың қуыршағын алып жүріп, көптің көзінше маймылды ұрып мазақ етті. 1975 жылы 1 қазанда Маниладағы Триллер атты бокс тарихына енген жекпе-жек өтті. Кездесу 30 градустан аса ыстықта өтті. Бұл бокс тарихындағы ең үздік жекпе-жектердің бірі болды. Себебі басымдық бір боксшыдан екіншісіне алма-кезек ауысып отырды. 6-ші раундта Али басына ауыр соққы жіберіп алғанына қарамастан аяғында тұрды. Боксшылар бір-бірлеріне ауыр соққылар жасаумен болды. 14-ші раундтан кейін Фрейзердің жаттықтырушысы кездесуді тоқтатты. Себебі гематома Фрейзердің сол көзін толығымен жауып тастап, ол дым көрмей қалды. Жекпе-жек аяқталғаннан кейін Мұхаммед Али өз бұрышында есінен танып құлады. Алидің бұрышындағы дәрігердің айтуынша, ол 15-ші раундқа шыға алмас еді. Егер төреші кездесуді тоқтатпағанда, жекпе-жектің қалай аяқталатыны белгісіз болды. Али жеңіске жетіп, өз титулын қорғады. 1976 жылы сәуірде Али Джимми Янгпен кездесіп жеңіске жетті. Мұхаммед Али өз мансабында $50 миллион тапқанына қарамастан, ол ақшасын бизнеске құйған жоқ. Карьерасын аяқтаса да, Али 1980 жылдары ақшаға мұқтаж болып, жаңа кездесу өткізуге мәжбүр болды. Кездесу 1980 жылы 2 қазанда әлем чемпионы Ларри Холмсқа қарсы өтті. Ол кезде Алидің жасы 38-де болатын. Денесін май басып, ол жақсы қалыпта болған жоқ. Ларри Алидің бұрынғы спарринг әріптесі болғандықтан, оны нокаутқа жібермеуге тырысты.
Дегенмен Али көп соққылар жіберіп, жаттықтырушысы кездесуді тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл Мұхаммед Алидің мерзімінен бұрын жеңілген алғашқы жекпе-жегі болды. Залдағы көрермендердің көбі көздеріне жас алды. Бұл кездесуде Али $8 миллион табыс тауып, ақшасын бизнеске құйды. Бұдан кейін Мұхаммед Багам аралдарында канадалық Тревор Бервикпен кездесіп, жеңіліс тапты. Али карьерасын аяқтайтындығын жариялады. 1984 жылдың қыркүйегінде Али есту, сөйлеу және дене моторикасының нашарлауына байланысты ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлер оның Паркинсон дертіне шалдыққандығын анықтады. Ауру емделмейтіндіктен барлық күш дерттің симптомдарын жеңілдетуге бағытталды. Али кедейлерге көмектесіп, қайырымдылықпен айналыса бастады. 1996 жылы Али Атланта Олимпиадасында Олимпиада алауын жағу құрметіне ие болды. Ол көп саяхаттап, Азия мен Африка елдерін аралады. Али 4 рет үйленген, оның 7 қызы және 2 ұлы бар. 2016 жылдың 2 маусымында Мұхаммед Али денсаулығының нашарлауына байланысты Скоттсдейл ауруханаларының біріне жатқызылды. 2016 жылдың 3 маусымында ол 75 жасында қайтыс болды. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.